Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай өте дәмді, жұп-жұмсақ болып шығатын бауырсағымның рецебімен бөліскім келеді. Видеоның соңына дейін қарап бірге болыңыздар. Алдымен сүтімізді жылытып аламыз. Сүттің жылы болуы ол маңызды. Оған дрожжымызды, тұзымызды, одан кейін қантты салып, барлығын араластырып, оның үстіне 2 ас қасық майонез немесе қаймағымызды салып араластырып, барлығын жақсылап жылы жерге бетін жауып, бір 10-15 минутқа алып қоямыз. Апарамыз көтерілуі қажет. Мінекей апарамыз жақсы көтерілді. Оның үстіне жұмыртқаны салып, қопсытқышты салып, ұнды шетінен сала отырып, араластырып, жұмсақ жақсы қамыр илейтін боламыз. Соңынан сұйық майымызды кішкене құйып, қолымызды сұйық майға батырып, илеп, қамыр илейміз. Жұмсақтау болу қажет. Содан кейін жылы жерге алып қоятын боламыз. Бетін жауып, 1-2 сағатқа 2 рет басып, содан кейін барып мен пісіремін. Достар, егер де менің рецептерім ұнап жатса, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Мінекей біздің бауырсақтарымыз дайын болды. Өте дәмді, жұп-жұмсақ болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер менің рецебіммен. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш, нанымыз көп болсын. Қош сау болыңыздар.